Сәлем достар, сендер шабыттан подкастына қош келдіңіздер. Бұл подкасттың жалпы мақсаты, өздеріңде білесіңдер, неше түрлі подкасттар жасалып жатыр қазір, бірақ барлық жерде сөйлейтін кісілердің барлығы ол кәдімгі осы өнер саласындағы танымал адамдар сондай. Ал бізде бүгін тек осы білім жолындағы адамдардың, жастардың, студенттердің тәжірибесімен бөлісуі болады. Сол үшін де мен сендерді шақырған болатынмын. Келгендеріне біріншіден рахмет. Енді өздеріңді таныстырып жіберсеңдер. Ең біріншіден Рита бастап жатқан подкасттың көп қаралым жинасын, жазылушыларың көп болсын. Шыны керек, қазір ютубта көп подкаст бар, бірақ ішінде де іліп-алары аз. Бірақ сенің подкастыңның шыны керек орны ерекше, себебі шетелде оқығысы келетіндер, ғылымға келгісі келетін жастар көп, бірақ неден бастаймын, қалай бастаймын деген сұрақтар көп. Сондықтан да осы подкастты көріп, мен ойлаймын, көп қазақ жастары өзіне мотивация алады деп. Жалпы менің атым Сағыныш. Дәл қазір ЕГЭ университетінде докторантура оқып жатырмын, бірінші курстамын. Түркішеде сынып деп айтады. Мамандығым телевизия, радио және кино. Қысқа нұсқа. Рита подкастына шақырғаның үшін рахмет. Яғни сенің жанында осылай отырып, өзімнің тәжірибеммен бөлісетіме өте қуаныштымын. Менің атым Айжан. Мен ЕНУ-да, яғни Еуразия ұлттық университетінде цифрлық медиа менеджмент бағдарламасында білім беру бағдарламасын аяқтап, содан кейін 2023 жылы Түркия бурслары бағдарламасы арқылы, яғни бірден бітіргеннен кейін, ол уақытта 4-ші курста едім, бірден жеңіп алып, осында Измир қаласындағы ЕГЭ университетінде 2-ші курста оқып жатырмын. Менің де бөлімім журналистика. Күшті, рахмет. Ең бірінші осы Түркия бурслары бағдарламасы бойынша оқуға тапсыру, бұл ой қайдан келді сендерге? Мысалы, неге Қазақстанда оқуды жалғастырмадыңдар, неге Түркия деген сияқты? Жалпы мен ойлаймын, әрбір жастың, әрбір университетте оқитын студенттің арманы ол шетелге шығу, шетелде оқу, мобильностьпен оқып келу, Erasmus'пен оқып келу, әрбір шетел көру әрбір адамның бір арманы ішіндегі кішкентай. Менің де шетелде оқу арманым болды. Біз 4-ші сыныпта оқып жүрген кезде бізге Тұлпар апай келді. Ол да осы Түркия бурсларына оқып аяқтап келді. Сол кісі бізге ең бірінші айтты. Осындай бағдарлама бар. Казгуда. Осындай бағдарлама бар. 1 жыл тіл білмесең үйретеді, әрі қарай біліміңді жалғастырасың, тағы деген секілді бізге кішігірім Түркия бурсларының жарнамасын жасады. Мен сол 4-ші курс оқып жүрген кезде тапсырдым. Біздің курстан бірнеше студент тапсырды, бірақ мен жеке өзім өтпедім. Кейін 2021-де кері тапсырдым Түркия бурсларына. 2-ші жыл тапсырған кезде өттім. Одан кейін 21-де келдім, 21-22-де түркше үйрендім, 22-24-де магистратура оқыдым. 24, енді былтыр бітірдім, былтыр кері Түркия бурсларына тапсырдым докторантураға. Сразу қабылдадылар. Бірден қабыл алды. Жақсы, күшті, керемет. Айжазың қашан келді? Мен 2023 жылы бірден жаңағы 4-ші курсты аяқтағаннан кейін келдім осында, бірақ мен Түркия бурслары бағдарламасының бар болғанын білген жоқпын. Мен қайдан білдім? Мен 4-ші курсты енді бастап жатқан кезде Орхун бағдарламасын жеңіп алған едім. Жаңа Сағыныш айтып жатты ғой, әр баланың жаңағы өзінің көкейінде өзінің бір арманы бар, ол шетелде оқу. Менің де арманым, балалық кездегі арманым шетелде достар табу, шетелдік бір досым болса екен деген арманым болатын. Және армандар картамда да сондай болған, жаңағы иностранцы дейді ғой, шетел достармен бірге түскен фотом деген сияқты. Солай армандайтынмын. Орхун бағдарламасын жеңіп алдым, бірақ 4-ші курс болғаннан кейін менің дипломдық жұмысым бар, кредиттері сәйкес келмей қалғаннан кейін мен қалып қойдым. Бірақ ЕГЭ университетін ұтып алған едім. Сол ЕГЭ университетіне мен қайтадан, қалай да болмасын, қайтадан келуім керек деген мақсат қойдым. Бірақ содан кейін іздестіре бастадым. Мен жаңағы 4-ші курсты аяқтағаннан кейін, университетті тамамдағаннан кейін магистратураға түсуім үшін не істеуім керек деген сияқты жолдарын іздей бастадым. Түскеннен кейін әрине грантқа түскім келеді, сондықтан
жаңағы Түркия бурслары деген бағдарлама бар екен, оның мынандай шарттары бар екен деген сияқты сөйтіп іздестіріп оқи бастадым, тапсырдым. 4-ші курс аяқтаған кезде жаңағы маусым айында жауабы келді, ұтып алдым. Жалпы сен Эге университетінде оқу сенің мақсатың еді, иә? Мақсатым еді, өйткені топ 10 дейді ғой, ең жоғарғы жаңағы 10 рейтингтегі жоғары 10 университеттердің бірі болғаннан кейін, білмеймін, Измир өзіме жаныма жақын болғаннан кейін таңдадым. Анкараны да таңдадым, Стамбулды да таңдадым, бірақ бірінші орынға Измирді, Эге университетін қойдым. Жалпы айтып жіберейік барлығына, біз қазір үшеуміз де Измир қаласында, Түркияның Измир қаласында, Эге университетінде, Эге теңізінің жағасында оқып жатырмыз. Қазір уже 3-4 күннен кейін осы программа бойынша, Түркия бурслары бойынша қайтадан заявка жіберу дейді ғой, сол тапсыру қайтадан басталады. 10 қаңтар мен 20 ақпан арасында жүретін болады. Енді қазір бізді көретін, тыңдайтын көптеген студенттер бар, оқушылар бар, мектеп оқушылары. Мысалы, оларға тапсырулар үшін бірінші қандай кеңес айтатын едіңдер? Түркияға оқуға келулерін қолдайсыңдар ма? Бакалаврға тапсырғандары дұрыс па, әлде бірінші бакалаврды Қазақстанда оқып, содан кейін барып оқуларын ары қарай жалғастыру үшін келулері керек па, мысалы да? Енді жалпы ең бірінші уақытта мен негізі өте бір өзекті тақырыпты қозғадың. Мысалы, жалпы Түркия бурсларынан бұрын жалпы қазақтардың Түркияға оқуға келуі туралы мен біраз айтқым келеді. Неге? Себебі мен көптеген мұғалімдерден естідім. Мысалы, Түркия бурсларынан бөлек жалпы жеке университеттерге келетін студенттер көп. Жалпы жеке университетке келсін, Түркия бурсларымен келсін, сіздердің ең бірінші мақсаттарыңыз, мен ойлаймын, білім алу, оқу болу керек. Бірақ өкініштісі кейбір қазақтар келеді, мысалы Томерге келеді, түркше білмегенсін, Томерге бастайды. А1-ге мүмкін келетін шығар, арада сырада, әрі қарай мысалы күндіз ұйықтап, түнде қыдырады. Ондай бар. Мысалы, одан кейін яғни сабаққа жүйелі түрде келмегенсін, мысалы түркшені де жетік білмейсің. Енді сокак түркшесі бар, мысалы көшедегі түркшемен оны көшеге шыққан кезде қолданасың, бірақ академик хаят болғандықтан, академиялық өмір болғандықтан, академик тілде сөздер мүлдем басқа, мысалы. Сондықтан да ең бірінші кезекте ескертетін дүнием осы менің өтініш. Сіздер Қазақстаннан келгендіктен, сіздер Қазақстанды танытасыздар. Ол міндетті түрде Түркия емес, ол Европа болуы мүмкін, ол Америка болуы мүмкін. Сондықтан қай жерге бармасаңыз да сіз Қазақстанды танытасыз. Сондықтан да сіздің жүрісіңіз, тұрысыңыз, сөйлеген сөзіңіз, мінезіңіз, іс-әрекетіңіз барлығы Қазақстан туралы адамдарда ой пікір қалыптастырады. Сондықтан да өзіңіздің еліңіздің абыройын төкпеулеріңізді сұраймын. Мысалы, менің бірінші айтатын дүнием. Айжан, бұған қосатының бар ма? Мен де қосқым келіп отыр. Шынымен Сағыныш дұрыс айтады. Біз осы жаққа келетін адамдар біздің еліміздің имиджін қалыптастырады. Және менің жеке ойым ол негізі осы жаққа тәжірибе жинақтап келу керек деп ойлаймын. Мысалы, біз мектепті енді бітіре салып, бакалавриат болып, біз әлі мысалға айтады ғой, мысалы, ширақ болу керек деп ойлаймын да. Әлі сен әлем қалай айтсам болады екен, сен әлі университет табалдырығын аттамадың, Қазақстандағы системаны танымай тұрып, мүлдем бірден басқа елге кетіп қалу біраз академиялық өмірде де қиындықтарды туғыздырады деген ойдамын. Неге? Өйткені мына жақта салыстырамын, мен өзім мысалға бакалаврды бітіріп, содан кейін магистратураға түскеніме қуанамын. Неге? Өйткені мен Қазақстандағы университеттегі системамен, жүйемен таныспын. Мысалға мұғалімдермен қалай қарым-қатынас құру керектігін, жаңағы системамен, жүйемен, жаңағы сайттармен қалай жұмыс істеу керектігін, жалпы басқа аумақтардан келетін студенттермен құратын коммуникацияны да жетілдіру керек деп ойлаймын. Неге? Өйткені менің мектебімде тек менің аумағымдағы адамдар оқыды, ал университетке барған кезде әртүрлі қалалардағы балалармен таныстық, олардың диалектімен таныстық деген сияқты. Олармен жаңағы коммуникацияны құрып үйренгеннен кейін өзің жетіле бастайсың. Ал егер бірден басқа елге кетіп қалатын болсаң, жаңағы ата-анадан сепарация болу қиын, финанс деген сияқты. Сондықтан біраз
тәжірибе жинақтап, академиялық тәжірибе жинақтап, біраз мақалалар жазып, нақты мақсатты айқындап келу керек деп ойлаймын. Иә, иә. енді түркия бурстарына жалпы не керек, қалай тапсыру керек деген болса, жалпы мен ойлаймын жақсы GPA болу керек бірінші кезекте. Одан кейін әлеуметтік жаңағыдай жарыстар болсын, түрлі жарыстар, байқаулар болсын, бұларға қатысу, яғни әлеуметтік өмірде активист болу деп ойлаймын. Екінші кезекте адам жалпы коммуникабельный бола білу керек, адамдармен араласа білу керек. Түрлі, енді Қазақстанда да бар, мысалы түрлі ұйымдар бар, түрлі мысалы еріктілер бар, мысалы еріктілерді алатын ұйымдар бар деген секілді. Одан бөлек енді жалпы ұсыныс хаттары бар, мұғалімдердің жазып бере алатыны. Одан бөлек өзіңнің мотивациялық хатың, не үшін Түркияда оқығың келеді, шынымен де не үшін оқығың келеді, шетелді көру, мысалы Түркияны көру, аралау, саяхаттау, ол жақсы. Одан бөлек білім жағынан, мысалы журналистиканы аласақ, мысалы журналистиканың Түркиядағы қандай артықшылықтары бар, сен нені игергің келеді, нені Қазақстанға кері алып келгің келеді деген секілді дүниелер осы тақырыптар төңірегінде жазылса, мотивациялық письма, мен ойлаймын өте жақсы бір сәтті шығады. Және де сұхбаттасуға, екінші бөлім, екінші тур сұхбаттасуға да шақырту алу, мен ойлаймын үлкен көмек тигізеді. Иә, мен де келісемін. Негізі адам баласы үнемі даму үстінде болу керек. Жаңағы егер бір жерден бір мүмкіндік шығып жатыр ма, егер бір грамота немесе алғыс хат ала аламын деген сияқты мүмкіндіктер болып жатса, оны жаңағы портфолиоға жинап отыру керек. Егер жаңағы құр бос отырмау керек. Мысалы үнемі даму үстінде болу керек, жаңағы сертификаттарды, жаңағы мақалаларды, грамоталарды, не бар болса соның барлығын жинай беру керек. Сонда жаңағы бұның бір артықшылығы бар. Және жаңағы Түркия бурслары бүйтіп қарап отырған кезде, таңдап отырған кезде, сол жаңағы жетістіктері көп адам бәлкім алға шығуы мүмкін деген. Иә, қазір біз жаңағыдай сұхбаттасу деп айтып жатырмыз, мотивациялық эссе деп айтып жатырмыз, бірақ кейбір тапсыратын жастар қазір білмеуі мүмкін. Бұл қандай нәрселер туралы айтып жатырғанбыз. Ол біз айтып жіберейік кішкене, жаңа Түркия бурслары бағдарламасы ол 2 этаптан тұрады. Біріншісі заявка тастау үшін документтерін толтырасың, айтып өткендей ұсыныс хат мұғалімдерден, сосын мотивациялық эссе жазу, сосын қолыңдағы барлық құжаттарды тапсыру. Және бірінші этап турдан өткеннен кейін екінші тур ол бізде сұхбаттасу ғой. Сұхбаттасу. Сол жерде мен сұрағым келгені сендерге жаңағы ұсыныс хат дейміз ғой, рекомендательное письмо, мұғалімдерден алатын, сол қаншалықты маңызды рөл атқарады? Сендерде мысалы қандай, кімнен алдыңдар? Мен мысалы негізі мен таныстарымнан сұраған кезде көбісі көп рекомендательное письмо алған екен. Менде магистратураға түсетін кезде бірақ қана рекомендательное письмо болды. Мысалы өзімнің дипломды жетекшімнен алдым. Андай болу керек та, мысалы әр саладан, яғни әр критерийдан аз болу керек. Мысалы жақсы GPA, мысалы 3-те, мысалы 50, мысалы ол да жақсы GPA, мысалы. Одан бөлек жаңағыдай бір 2-3 грамота емес, мысалы бір 15 шақты, 10 шақты грамота жинақтау. Одан бөлек егер мүмкіндік болып жатса, мысалы 2 рекомендательное письмо, 3 рекомендательное письмо, яғни қалай мүмкіндігі бар студенттің, сол жағын, яғни мысалы 5 рекомендательное письмо жазып 2 сертификат жүктеу, мысалы ол дұрыс емес, мысалы менің пікірімде. Барлық жағынан да өзіңнің жақсы екеніңді көрсете білу. Бұл жерде өзіңді шағын жарнамалау, яғни өзіңді мысалы заявка оқыған кезде, бұл бала осындай екен, осындай жаңағыдай жетістіктері бар екен, GPA осындай екен, осындай адамдардан алған екен, осындай жалпы университеттерді белгілеген екен, онда жақсы, онда бұна бала мына университетке лайықты деген сияқты әрбір жасалған дүние менің ойымша бағаланады. Маған ұсыныс хатты ол кезде замдекан болатын, Серікзат Дүйсенғазы танитын боларсыздар, ақын. Серікзат Дүйсенғазы ағай жазды, содан кейін өзімнің дипломдық жетекшім Айжан Пернебекқызы жазды. Үнемі қолдау үстінде болдым, қолдап отырды. Сондықтан бірнеше адамнан алған дұрыс
иә, келісемін толықтай. Бірақ маңызды рөл мі жоқ па, оны мен білмеймін, өйткені оны қалай таңдалғанымызды білмейміз, бірақ маңызды шығар. Біреу емес, ең азынан екі адам болған дұрыс шығар. Иә, бірнеше адамнан алған дұрыс. Енді критерийге қойғандықтан мен ойлаймын міндетті түрде қарайды деп. Иә. Себебі оны жазатын адам белгілі бір деңгейде өзін дамытқан адам, яғни ол ең аз деген кезде университеттегі мұғалім мысалы, ол доцент болуы мүмкін, профессор болуы мүмкін, болмаса меңгеруші, замдекан деген секілді адамдар болуы мүмкін. Олардың көзқарасында бұл бала қандай деген дүниеде мен ойлаймын есепке алынады деп. Сондықтан да мүмкіндік болса екеу, бесеу, яғни жаңағы толтыру барысында осыларға қарастыру керек, иә, именно. Содан кейін мысалы сұхбаттасу дедік, екінші этапта сұхбаттасу қай уақыттан қанша уақыт өткеннен кейін барып хабар келеді. Мысалы қаңтар айында тапсырдыңдар, иә, заявканы жібердіңдер, содан кейін қанша уақыт күту керек? Сұхбаттасу менде ерте болды, иә, сіздің жылда. Сіздің жылда ерте болды. Сәуір айында болды, иә. Біздің сұхбаттасу. Жоқ, сайлау болды ол жылы Түркияда. Сайлау болғаннан кейін біздің сұхбаттасу уақытымыз сәуір айына түсті, ерте болды, иә. Өте қызықты өтті менің сұхбатым. Айта берейін ба? Менің сұхбатым деген қалай болды? Мен жүгіріп жүрдім, түрік тілін білгеннен кейін ол жерде, иә, мен түрікше болды. Ең басында енді мен өзім андай чекик көзлі дейді ғой, өзім андай кәрістерге ұқсағаннан кейін біраз андай деген сияқты не істеп қалды да, восторженный взгляд дейді ғой, андай ең соңғы болып қалдым да, барып мониторларын жауып кетіп бара жатыр екен де, мен кіре берермін, мен кіре аламын ба, сен түрікше білесің ба, сен магистратураға жаңағы тапсыратын студентсің ба, иә, жарайды, онда қабылдайық деп мені қабылдады. Сұрақтар қойды, мен өзімнің жаңағы жетістіктерім туралы айттым, портфолиомды қарады, қандай грамота алғандарымды қарады, содан кейін мен қай жерде стажировка өткенімді қарады. Мен мысалға міндетті түрде практика өтуіміз керек қой, мен ақпарат министрлігінде өткен болатын, содан кейін Шалқар радиосында өттім. Соның барлығын сұрады, қалай өтті. Содан кейін маған қойылған сұрақтардың бірі әрі қарай жаңағы академиялық өмірім туралы сұрады. Сен мысалға дипломдық тақырыбын осындай, сен бізге осындай тақырыпты ұсындың, және де оны әрі қарай дамытасың ба, өзің еліңе келіп дамытасың ба, бір тың дүние әкелесің бе деген сұрақ болды да. Сондықтан басты жаңағы акцент дейді ғой, нені сонда қою керек, назарды сонда қою керек деп ойлаймын. Жаңағы академиялық дүниеге сен бір дүние шығару керексің ғой, жазатын жобаның тақырыбы маңызды болу керек. Енді менің ойымда, менің тәжірибемде былай болды. Ең кеш маусымның соңы, менің ойымша шақырту келеді. Ең ерте енді Айжандарға сәуірде келді. Биыл 2024-те мамырдың соңында келіп бастады. 2021-де мен сәуір маусымның 20-ларында, шамамен 23-терінде кірдім. Былтыр 2024-те маусымның басы 3-4 сол шамаларда кірдім. Сұхбаттасу қалай өтті жалпы? 2021-де мен сұхбатқа кірген кезде мен түркше білген жоқпын. Түркиядан келді ғой, иә, Түркиядан келді. Мен Алматыны белгіледім сұхбаттасу үшін. Қателеспесем 3-4 адам отырды. Сол жылы 2021 жылы Юнус Эмре'нің 100 жылдығына орай Юнус Эмре'дегілер тегін деңгейлердің сабағын өткізді. Мен А1-ге қатыстым. Менің білетінім мераба, ием, teşekkür ederim, соны ғана білем. Кірдім собеседованияға, маған мераба деді. Мен де мераба дедім. Сіз насылсыңыз? Ием, teşekkür ederim, сіз насылсыңыз деді. Сөйтіп бір кезде бірдеңе деп түркше сөйледі. Ортада бір пауза болып қалды. Сосын мен түркше білмеймін дедім. Сосын бір апай бар, переводчик екен, аудармашы. Сол кісі аударып берді. Ең бірінші сұрағаны жаңағыдай неге Түркияға келіп жатсың? Мен Казгуда Қызылға бітірдім. Одан бөлек дипломым GPA 3.90 болды. Неге бұл GPA-мен, неге бұл деңгеймен жалпы Түркияға неге тапсырып жатсың деген сұрақ болды. Одан бөлек мен 2020 оқуды аяқтағаннан кейін
жергілікті телеарнада жұмыс істедім. Журналистика Иә, ол жерде жеке телеканал болды. Сол жеке телеканалдың жалпы артықшылықтары, кемшіліктері соларды сұрады. Сосын жалпы Түркияның не артықшылығы бар сенің салаңда, сосын қайтып келесің бе деген сұрақтар болды. Енді бұл орайда қайтып келесің бе сұрасында міндетті түрде иә қайтып келемін деп жауап берілуі керек негізінен. Одан бөлек егер саған Стамбул болмаса басқа университет болса қалай деп сұрады, әлі есімде. Негізі мен Стамбулда оқуым керек. негізі жастардың көбісі бірінші таңдайтын қала ол Стамбул, иә. маған тура осындай сұрақтар қойды. Маған да жаңағы осындай GPA мен неге сен Европаны таңдамадың? Жоқ, мен Түркияның жаңағы мәдениетімен танысқым келеді деп айтқаным есімде. Содан кейін қайтып келесің ба еліңе? Иә. Осы сұрақты барлығына қойды. Қайтып келесің ба, неге? Өйткені жаңағыда енді Түркиядан білім алғаннан кейін сол білімді өз еліңе келіп қайтадан көмек бересің бе еліңнің дамуына деген сияқты ғой. Жалпы бұл бағдарламаның мақсаты да. Ең соңғы сұрақта былай болады, жаңағыдай егер Түркия бұрыстарына түспесең не планың бар деген секілді. Бұл жерде де мен Қазақстан магистратурасын оқимын деп жауап беремін. Мақсат айқын болу керек қой. Егер сен айтады ғой ықпық деп тұратын болсаң, өзің көкейіңде бір сұрақ белгісі болса, оны да адамдар сезеді, комиссия сезеді, комиссия мүшелері. Сондықтан не айтуың керек, нақты мақсатың айқын болу керек қой. Өзің бір жоспар қою керексің, өзің сенімді болу керек та. Мысалы, жалпы кез келген жерде сенімділік қой ең бастысы. Сенімді екеніңді көріп тұрса, ол қай жерде оқы, қай жерге бар, кіммен аралас, ең бастысы сендегі сенімділікті көрсе, мен ойлаймын ешқандай проблема болмайды. Өйткені мысалы деп жаңа бастадым ғой, неге олай деп айтып жатырмын. Ол комиссия мүшелері, мысалы бір тек 3-4 қана адам келеді, ал студенттердің алаңдары, яғни сфералары әртүрлі да, ол барлығынан түсінбеулері мүмкін. Өйткені олар психологиялық тұрғыдан қарайды да. Ең бірінші адамның жаңағы өз-өзін қалай ұстауы, сенімділігі қандай деген сияқты. Мысалы, мен де барған кезімде ол адамдарға бір қараған кезде түсіндім, олар менің саламнан емес. Неге? Өйткені жаңағы бірден бір қарағанда білесің ғой, бір сөйлегеннен кейін термин сөздерді қолданасың, олар түсінді ма, түсінген жоқ па деген сияқты. Мен мамандығым мысалы құрылыс саласында. Олар маған мысалы мынандай сұрақ қойды, типа Түркиядан қандай компания Қазақстанға инвестиция құйып жатыр деген сияқты да. Мен ол кезде ойымда, білмеймін ғой қандай компания, өте көп компания білем, бірақтан бір компаниялардың қазір Қазақстанда дамыту мақсатында әртүрлі жұмыстар атқарып жатқанын білемін. Сосын менде мынандай болды, бір сериалдардан, түркше көп сериалдар көреміз ғой. Сериалдардан естіген бір Yıldırım деген компания бар, мысалы. Тұрдым да айттым мен, бір Yıldırım компаниясы бар, ол осындай сумманы құйып, жаңағыдай инвестиция құйып жатыр, олар осы біздің елімізді дамыту үшін деп айтып едім. Тұрды, иә деген сияқты не істеді да. Мысалы басқа біреу болса, ол қандай компания, бастығы кім деген сияқты сұрайтын да. Ана жердегі жаңа айтқым келгені сенімділік та. Мен мысалы ол компанияның бар екенін жоқ екенін білмеймін да. Тек өзімді сенімді түрде болайын. Осы компания дедім, болды деген сияқты ғой. Бұл жерде бір түйін шығаруға болады. Әр адам өзінің саласына қарай дайындалып бару керек. Мысалы бізде журналистика, радио, телевидение деп жатыр, құрылыс, дизайн, қандай бір биология саласы болса, оның екі елдің арасындағы жаңағы қарым-қатынасты бірге қосып барлығын жан-жақты қарастыру керек қой. Түйін осы. Менде де мынандай жағдай болды. Докторантураға кірген кезде, мысалы, ең бірінші сұрақтары менде жаңағыдай Түркиядан істедім деген сұрақтар болды. Мен айтып жатырмын, жаңағыдай былай істедім, мынандай болды, андай болды. Ол екеуі, екі адам болды. Екеуі мені мүлдем тыңдаған жоқ. Мысалы, сырттан қараған кезде сондай болып көрінеді. Жаңағы саған мән бермейтіндей, сен жоқ секілді кейіп танытады, бірақ сондай сәттерде сен андай мен тыңдамай жатыр деп тоқтап қалмау керек, жалғастырып айта беру керек. Себебі олар жаңағыдай, ол да бір психологиялық бір тест. Мысалы, адам қалай болады, мысалы ондай моменттерде өзін қалай ұстайды, қалықтап қала ма, әлде әрі қарай өзін жалғастыра ма деген секілді, ол да бір психологиялық тест. Мысалы, жалпы ал докторантурада менде көп сұрақ қойған жоқ, бір 5-7 минут болған болар менде. Сол не істедің деген сұрақ қойды. Одан бөлек менде не болды, диссертацияға байланысты сұрақтар қойды.
сосын таба болыңыз деп шығарып салды. Мен негізі ойладым түспеген шығармын деп, себебі басқаларына университет сұрап жатады, жаңағыдай тағысы тағы дүниелер. Менде өте аз сұрақ қойылды, соған ойладым, мен может түспеген шығармын деп. Сендермен де бөлістім негізі ол туралы шыққаннан кейін. Енді бірақ қысқа нұсқа болған, мен ойлаймын дұрыс секілді, себебі мылжың болып мыжып отқанда дұрыс емес. Докторантура болғасын бір жағынан, менің енді академиялық тұрғыда да жалпы түрлі конференцияларға қатыстым, одан бөлек GPA-ім жақсы болды, 4 рекомендательное письмо алдым, содан да көп сұрақ сұрамаған шығар деп. Барлығы осы Түркияның Өзімнің магистратурада оқыған мұғалімдермен жаздым. Негізі тағы да бір-екі не алуға болатын еді, рекомендательное письмо алуға болар еді, өзім Қазақстанда болғасын. Қайта түрік мұғалімдеріме рахмет, өздері жазып, шығарып, қолын қойып, сканерлеп жіберді. Басқа жақтардан да сонда рекомендательный письмо алуға болады. Осылай сұхбаттасу енді бітті дедік. Сұхбаттасу бітті. Одан кейін қабыл мектубы деп айтады ғой, приглашение жаңағыда оқуға түстік деген. Ол қашан, қай уақытта келетін еді? Менікі енді әртүрлі болғаннан кейін, мысалға менде сәуірде собеседованиеге сұхбаттасуға кірдім, содан кейін маған маусымда келді, маусым басында келді, бір сонда немесе 3 шілде немесе 3 маусым ғой, қателеспесем. Шілде шығар. Түнде болсын келді. Күндіз кешке қарамайды. Күтпедім, мен үйде жалғыз болдым. Түнгі бір почтадан не келді, хабарлама келді, Түркия бурстары қабыл еттіңіз. Мен өз көзіме сене алмадым, мен түсінбедім, мен өттім ба, өткен жоқпын ба деген сияқты. Жалпы ойлап жүрмедің оны қашан келеді деген сияқты. Басында болды, бірақ бұлай ерте келеді деп ойламадым. Түркия бурстары деген сондай не аяқ астынан келіп қалады да, мен сол кезде бірден мамама звондап, мен өттім деген сияқты түсімде бірден қуандық. Ең бірінші қандай сезім? Андай, бірақ мен ішімнен сенімді болғаннан кейін көзіме андай сене алмадым, бірақ бір жағынан сондай болды. Өйткені жаным жағымда ешкім болмағаннан кейін сол кезде үйде жалғыз болып қалған едім. Андай бүйтіп шыңғыратындай мүмкіндік болған жоқ, бірақ бірден мамама звондадым. Әрине қуаныш кернеді бойымды. Өйткені өзіңнің жоспарың бойынша бір мақсат. Ары қарай не істеймін, не қоямын деген әр адамның ойында болады. Осыдан кейін әйтеуір бір баспалдақты бастым ары қарай не ілгерілеу үшін. Сағыныш, сенде бір емес, 2 қуанышқа бастады. Менде жалпы 2020 Казгуды бітірдім. 2020-да мен Қазақстан магистратурасына да, Түркияның магистратурасына да тапсырдым, бірақ екеуіне түскен жоқпын. Менде депрессия болды. Одан кейін 2021-де мен бірінші Қазақстан магистратурасына кірдім. 100-ден 140 еді, ұмытып қалдым магистратура. Бізде журфакқа 75-тен жоғары алсаң түсе бересің, яғни 86 ма сондай жинадым, ұмытып қалдым қазір. Менде қалтамда Казгудың, яғни Қазақстан магистратурасы болды. Оқуға қабылдандың? Жоқ, қабылдаған жоқпын, өзімнің ойымдағы, бірақ білем да, жалпы бұрынғы нелерге қарадым, жаңағыдай балдарға қарадым. Енді менің балыммен смело түсуге болатын болды. Енді уверенно қалтамда, сенімділікпен Казгудың дипломы қалтамда жатты. Кейін маған екеуі де сол тамызда келді ғой. Бірінші келген кезде тамызда мен Оралда үйде болдым. Мен түркше білмеймін. Келді, Кабул мектебі деген жазу, ол не жазу, қандай жазу білмеймін. Перевод? Компьютерді қосып переводқа ауыстырдым, сөйтіп эгеге түскенді көрдім өзімнің. Одан кейін мен Қазақстанның грантынан бас тарттым. Түркияға шамамен 20-ларында шыққан болармын Алматыға. Мен білмеймін, Түркия барысында қандай документ керек, қандай қағаз керек, не істеу керек, ештеңе білмеймін. Бірақ маған Казгудың мұғалімдері отказ жазды. Екі жақты оқи алмайсың, отказ жазды. Сөйтіп қайта айтқандықтан мен пойызға мінбей тұрып жазып жіберіп қойдым. Уже Казгудың гранты, Қазақстанның гранты жоқ болды менде. Казгудан отказ жасап жатырсың? Жасадым, пойызға міндім, келдім. Содан кейін елшілікке бардым бірінші уақытта. Сөйтіп енді жалпы менің айналамда жақсы адамдар бар, әлемде де жақсы адамдар бар. Сол кезде қазір атын қалдым, бірақ Тараздың қызы
көмектесті. Короче, барасың, былай істейсің, мынаны переводтайсың, соңға барасың, сотталмаған қағаз бірдеңе тағы дүниелер, соларды аласың, істейсің, сосын келесің деді. Сөйтіп соның айтқаны бойынша жасап, біз виза алдық, виза шықты, сөйтіп Түркия бұрыштар қабылдады. Соңғы жаңағыдай келісімшарт жібергеннен кейін қабылдады. ұшаққа не бердім, тапсырыс бердім, ол келді. осы жерде айтып жіберейік, жаңағыдай осы программаның, Түркия бурстарының ең несі артықшылықтарының бірі жаңағыдай келу, сосын оқуды бітіргеннен кейін Қазақстанға үйге қайту билетін алып береді, иә. Мысалы магистратура бітірген кезде де, мысалы келген кезде де 2021-де маған алып берді, 2024-те де мен оқуымды аяқтадым, қайту билетімді алып берді. Докторантурада мысалы екеуміз Каршаякада күтіп отырдық, нетамен бәріне келе жатты. Жауап қашан келеді деп телефон қайта қарап 6-сы ғой деймін, біз 7-сі үйден шығатын болдық. Келісімшарт бітті, 7-сі күні үйде интернет жоқ, телефоны да жоқ. Сөйтіп үйдің қасына кофейняға барып көрдім, докторантураға түскен шақырту келгенін көрдім. Қай уақытта келді? 7 тамыз 2024. Тамызда қабылдау өте кеш көрінді. Менікі маусымда келді, сенікі тамызда келді деген сияқты. Иә. Одан кейін Тамыз деген біраз уақыт алады, иә. Одан кейін біз келдік. Одан кейін мен Қазақстанға ұшып кеттім. Сөйтіп Алматыда біз жаңағыдай документтер жасайтын кезде Түркия бурсылары былтыр мысалы жаңа дүние енгізді. Біз бұрын 0.75 переводтап соны жіберетінбіз. Биыл Түркия бурсылары өздерінің формасы бар, медсправканы жіберді, оны жасаттық. Одан кейін мысалы биыл біз 2021 жасаған кезде біз ақша төлегенбіз елшілікке. Биыл елшілікке ақша төлеген жоқпыз. Тек қана қолмен печать үшін бардық. Сол жерде қойып, бірден қойып берді. Күткен де жоқпыз. Түске дейін апарып тастау, түстен кейін алу болатын еді, ол күткен жоқпыз. Мүмкін біз ерте істегеніміз үшін, студенттер болмаған үшін, сол кездерде мүмкін солай болған болар. Сөйтіп бәрін жасап, мен визада жасатқан жоқпын, менде ВНЖ болған үшін виза жасатқан жоқпын. Сөйтіп мен Оралға кеттім. Оралдан билетімді күттім, келдім. Бірақ Алматы мен Астананың шарттары біраз. Жаңа консульствода кішкене ережелері әртүрлі болуы мүмкін, иә. Содан кейін мен сұрайын деп едім, ең бірінші Түркияға келгендегі, осы Измир қаласына келгендегі сезімдерің қандай болды? Не істедіңдер? Мысалы, ең бірінші күні келдіңдер, ұшақпен келдіңдер, күтіп алды сендерді, потом орналастыңдар. Ең бірінші жасаған нәрсе не болды? Яда немесе бір түріктің тағамын ба жеп көргілерің келді ма, әлде түрк шайын ба ішіп бір отырып рахаттану деген сияқты. Сондай бір нәрсе болды ма жоспарларыңда? Мен мысалы Айжан түрк тілін біліп келді Түркияға. Қатты қиналып деп айта алмаймын, бірақ енді турецкий система болғасын, енді примерін түсініп тұрмын. Кейбір моменттерде қиындық сәттер болып тұрады, но менде 2 есе қиын болды. Мен түрк тілін білген жоқпын. Алматыдан отырдым. Стамбулдың жаңа аэропортына, жалғыз өзім Стамбулдың аэропортына келдім, жаңа аэропортына. Енді маған Измирдің ұшағына үлгеру керек болды. Қара терге түстім, ананы қарадым, анадан сұрадым, әйтеуір. Соңында мен келген кезде әлі басталмаған екен. Отырғызу әлі басталмаған екен. Бір 15 минуттан кейін басталды. Измирге келдім. Келген кезде багажымды күтіп тұрмын, багажым жоқ. Сөйтіп дәл багаж алатынның қасында Turkish Airlines несі бар, офисі бар кішкентай, соған барып айттым, мен багажым жоқ, қайда жүр? Сөйтіп олар көмектесті. Сөйтіп халықаралық багаждар бөлек келеді екен. Сол жерден алып шыққан кезде бір африкалық қыз күтіп тұрды мені, Түркия бурсыларының волонтері екен, еріктісі. Сол мені жатақханаға апарып тастады. Жалғыз өзің келдің бе? Иә, басқа балалар келді? Жалғыз өзім келдім. Жалғыз таксимен ол уақытта келіп, жатақханаға келіп тастады. Жатақханаға келгеннен кейін тіркеді мен жатақханаға, сосын бөлмеге орналастырды. Сосын менде телефон жоқ ол уақытта. Ол жердегі жатақханада телефонмен смс-пен кіріледі Wi-Fi-ға. Телефон жоқ. Сосын өзбектің баласы болды, Шакир, қазір докторантура оқып жатыр. Ол биыл
төртінші курста. Биыл емес, келесі жылы бітіремін деп. Сол көмектесті маған. Соның телефонынан мамама жаздым. Мен келдім, бәрі жақсы деп. Ертесі күні біз оптимумға барып, торговый центр оптимумға барып, сим карт сатып алдық. Байланысқа шықтым. Одан кейін біз тіркелдік, университетке тіркелдік, Томирге тіркелдік. Одан кейін жаңағыдай икаметтің шаруалары болды. Жалпы Измирге келген кезде маған Измир бірден ұнады. Менде әлі видео бар, Измирге келіп жаңағыдай көліктен түсірген видеосы бар. Жалпы Измир андай болған жоқ па, ожидание реальность дейді ғой, бір келген жалпы Түркияның қалаларын, Түркияның өмірін сериалдардан қарап жүреміз ғой, сосын бір күні келесің, күткенім осы ма деген сияқты болған жоқ па? Менің жалпы енді ең бірінші уақыт кезекте мен жалпы Стамбулда қаладым, бірақ маған Измир шықты. Измирдің маған шыққанына қуанамын. Ол экономикалық жағынан болсын, табиғат жағынан болсын, адамдар жағынан болсын, жалпы Измир басқаларынан қарағанда мен үшін үздік қала болып есептеледі әлі күнге дейін. Измирге мен қонаққа барғаным есімде, сағат күлесіне фотоға түскенім есімде, одан кейін вапурға мінген есімде. Енді бірінші уақыттарда қызық болып вапур, мысалы біздің Қазақстанда не жоқ, мысалы енді жайықта бар, жалпы андай кататься ету үшін, бірақ оның өзі қымбат қой, мысалы былай қараған кезде. Ал бұл жақта ол кәдімгідей қарым қатынас құралы, транспорт, қазақшасын қызық болды бастапқы уақыттарда. Мысалы біз Алматыда күн суый бастады, мысалы біз келген кезде, бұл жақта жаз болып тұр, мысалы қарашаға дейін, ол уақытта қарашаға дейін кәдімгідей біз футболкамен жүрдік. Климат жағынан күшті да Измир енді жалпы оқу жағынан да, басқа жағынан да, жалпы мен Измирде мысалы тұратын едім, тұруға болатын қала. Мен де дәл солай ойлаймын, бірақ менің қазір айтқым келетін тағы да бір маңызды нәрсе бар. Мен басынан бастайын, мен Измир арманымдағы қала болды. Жалпы мен Түркияның осы мәдениетімен танысу менің басты мақсаттарымның бірі болды. Академиялық өмірімді ары қарай жалғастырғым келді деген сияқты. Және де осы Эге университетін жаңағы ютубтан қарап алатынмын, инстаграмнан метка жасайды ғой, местоположение деген геолокациясын қарап, суреттерін қарап, зерттеп, метросы бар екен, былай бар екен, мынау бар екен деп қарап алған болатын. Мені де дәл солай, мен де бірінші Стамбулға ұшып келдім. Жанымда ол кезде Камчат болды, Камчатпен елшілікте таныстық. Содан кейін әрі қарай Измирге отырдық, жаңа аэропорттан. Барлығын осы жағынан күшті жасайды. Мысалға өте андай комфортпен келдік. Turkish Airlines'пен келдік. Бізді де Измирден күтіп алды, Рита күтіп алды бізді. Содан кейін біз автобуспен емес, ол кезде 2023 жылы дәл сол кезде қыркүйектің 27-сі кезінде не болған, Технофест болғаннан кейін автобустардың барлығы сол жерге жіберілді де бізді машинамен, көлікпен алып кетті, орналастырды. Барлығы жақсы, бірақ бұл жерде маңызды нәрсені айтқым келіп отыр. Қала барлығы ұнады, университетім керемет, жан-жағымды жасыл. Мен тіпті өмірімнің осындай түрлі түсті болып жақсы жаққа өзгеретін сеніммен келдім де, дәл солай болды, ойымдағыдай шықты. Бірақ бұл жердегі басты мәселе, Қазақстанда қандай қағаздарыңыз бар болса, соны бірнеше рет копиялап, бірнеше рет көшірмесін әкеліп, немесе жаңағы елшіліктен алатын жаңағы олар қол қояды ғой, оған ақша төлейсің деген сияқты, апостильдің аудармасын барлығын дұрыстап түгендеп алу керек. Мен оны негізі менде қолымда болды, бірақ сонда да жоқ, осыны түркшеге аударуыңыз керек деп менің дипломымды аудартты. Оған мен осында келе салып бірден 70 мың теңге төлеу керек болдым. Төледім, 70 мың бірден қалтамнан кетті. Жарайды, мен енді келгеннен кейін төлей алатындай мүмкіндігім болды, бірақ сонда да сол жағын барын дұрыстап қарау керек деп ойлаймын. Ал былай жалпы Түркияда бірден келе салып, жаңағы Эфес, Селчук, Алачаты, Чешме деген сияқты солай әлі күнге дейін саяхаттап келе жатырмын. Жалпы бұл жағынан өте керемет мүмкіндіктер қарастырылған.
Күшті, иә. Жалпы Измир деген өзі. Қазірде мысалы, қазір қаңтар айы, жаңа жыл басталды. Көріп тұрғандарыңыздай, жаңа жыл осы жерде ғана бір жаңа жылдық атмосфера, бірақ сыртта жаз сияқты, жасыл, жан-жағымыздың бәрі жасыл желек, күшті атмосфера. Қазақстандағыдай қалың киініп те керек емес. Мысалы да, осы тұрғыдан Измир қаласы күшті. Көп достарымнан да естимін, именно Измирға түскісі келетін жастар да көп екен қазіргі таңда. Біз оқитын университет, Эйге университеті. Одан кейін Измирде тағы да бірнеше университеттер бар, иә. 950 университеті бар, одан кейін жеке Яшар университеті, Демократия университеті бар. Мысалы, ол жақтарға ЕТБ біздің программа бойынша емес, ақылы түрде оқуға түсуге болады, иә. Сағыныш, сен осындай енді оқуға тапсыратын балдарға көмектесетінің бар еді ғой, соны айтып жіберсең. Қалай көмектесесің? Осыған дейінгі түсті ме? Жалпы мен енді Түркия бурстарымен де балалар маған жазады. Мен де жұмыс істеймін. Жалпы жекеге де, жеке университеттерге тапсырғысы келетіндер бар мысалы. Енді Түркия бурстарына менде яғни толтырып беруге көмектесемін. Одан бөлек жаңағыдай грантқа түскеннен кейін де не істеу керек, қандай құжаттар жасау керек. Яғни тапсырғаннан бастап ұшаққа билет келгенге дейінгі аралықтағы барлық жасау керек дүниелерді мысалы оларға көмектесемін. Екіншісі енді жеке университеттерге тапсыруда бұл жерде енді шақырту алып беруге болады студенттерге. Бірақ талаптардың ішінде түркше білу керек. Егер түркше білмеген уақыттарда, томерде болмаса түркше үйренуіне болады, болмаса ағылшынша үйренуіне болады. Бұл енді университеттерге байланысты. Жалпы Измирдегі болсын, жалпы алған кезде Түркиядағы бірнеше университеттерге, жеке университеттерге шақырту алып беруге, сонымен қатар жаңағыдай әрі қарай келуіне көмектесуге. Жалпы түркше үйрену керек деп айттыңдар ғой, осы жерде бір сұрағым келгені. Түркше үйрену жалпы қиын болды ма сендерге? Өйткені біз енді өзімізде түркі тілдес халық болып саналамыз ғой, Қазақстан, қазақ халқы, яғни түркі тілдес халық болғаннан кейін түрік тілі біз үшін қатты қиынға соқты ма? Мысалы, қазіргі енді мектеп бітірген жастар айтады, ой, мен бір жылда үйрене аламын ба, оны деген сияқты ше. Қазір енді екеуің де еркін сөйлей аласыңдар, академиялық үйрене алады деп ойлаймын. Үйрене алады, неге? Өйткені мен өзім үйде отырып онлайн курсты оқып бір айда үйрендім. Бір айда сөйлеп, en azından андай өзімді таныта алатындай деңгейге жеттім. En azından деп уже түркше қолданып жатырсың, автоматтық түрде. Негізі үйренуге болады, әрине. Бір айда үйреніп шығуға болады. Ең бастысы адамның несінде мотивация болу керек. Мотивация деген не? Нақты мақсат, мен үйренемін бұл деген сияқты сондай. Нақты не болу керек? Подкасттың аты да как раз сенде шабыттан деген сияқты, міне бір айда үйренуге болады деп жатыр. Сондай қатты қиын болды деп айта алмаймын. Неге? Өйткені біздің кейбір жерлердегі грамматикамыз ұқсайды, сөздеріміз ұқсайды. Сондай жүздеріміз ұқсайды деп айта алмаймын, бірақ грамматика, дил білгісі біраз андай не ұқсас болғаннан кейін үйреніп кетуге болады. Бұл мүлдем жаңағы славянский тіл емес, мысалы басқа класстағы тіл емес, қытай тілі емес деген сияқты. Сөйлемнің құрылымына қарап отырып, мысалға бастауыш, баяндауыш бәрі бірдей ғой, сондықтан үйреніп кетуге болады деп ойлаймын. Менде Айжанға қосыламын. Жалпы қалай үйрендің өзің? Негізі енді жалпы тіл үйрену, мен ойлаймын, қиындау жалпы ол. Ағылшын тілі болсын, кез келген тіл жалпы үйрену қиын. Бірақ мысалы түрік тілі мен қазақ тілі ұқсас, яғни бірінші бастауыш, ең соңында баяндауыш тұрады. Яғни сөздері де ұқсайды. Түрік тілін үйрену ағылшын тілін үйренуге қарағанда оңай, жалпы қараған кезде. Бір жылдың ішінде егер өзіңнің ынтаң болатын болса, томерде жалпы 9 ай, егер өзіңнің ынтаң, ниетің болатын болса, мен ойлаймын, үйреніп шығуға болады. Бірақ енді кейбір моменттер бар, мысалы сен бәрібір мәтін жазған кезде сенің түрік тілін ана тіл емес екендігін байқап тұрады моменттер болады бәрібір. Өз ойыңды толық жеткізгің келеді. Мысалы, кейде акцент болуы мүмкін, мысалы
тағысындағы дүниелер болуы мүмкін, бірақ жаңағыдай тіл үйрену ол тілдегі барлық жаңағы нюанстарды болмаса барлық сөздерді білу емес. Бастысы тіл үйрену, тілді меңгеру, саған қажет дүниені білу. Яғни ол мысалы академия қазір уақыттарда мысалы біз мұғалімдердің айтып жатқан кейбір сөздерді мысалы түсінбеймін, мысалы оқыған кейбір сөйлемдерді мысалы түсінбеймін, мысалы оны кейбір түріктердің өзі түсінбейді, мысалы кейбір моменттерде болады. Сондықтан да кейбір моменттерде болады адамдарда мысалы ой мен үйрене алмай жатырмын, ана сөзді түсінбеймін, мына сөзді түсінбеймін деуі мүмкін. Бастысы өзіңе керекті дүниелерді білу, керекті сөздерді үйрену және соны қолдану. Мысалы Томердің кітаптарының ішінде де мысалы 1045 мысалы өте көп сөз бар мысалы, бірақ сен оны қолданбасаң мысалы сен оны ұмытасың. 1000 жерден соны жаттасаң да күнделікті өмірде қолданбасаң сен ұмытасың. Сондықтан да жалпы мен ойлаймын қазақтарға тіл үйрену қиын емес. Жалпы қазақ тілін орыс тілін мысалы меңгере алады, бірден меңгереді. Яғни қаласаң да қаламасаң да мысалы бағдарламалар тіл бұрылып тұрады өйткені кішкентай кезімізден екі тілді уже миымызға үлкен болғаннан кейін меңгеріп шығамыз. Мысалы мектепте де ағылшын, яғни ең аз деген кезде принтермейт деңгейінде мысалы қазақтар үшін тіл игеру, меңгеру қиын емес деп ойлаймын жалпы. Иә, күшті. Сосын тағы жаңа ойыма бір сұрақ келді да. Түркияға келген кезде біз жаңа айтып өттім ғой, мен аз уақыт бұрын түркі тілдес халықпыз деп, бірақ біздің сырт келбетіміз ондай түріктерге ұқсамайды, иә. Өйткені ол түріктердің өздері жаңа кішкене европеид қалай айтады? Бет-пішіндері. Иә, бет-пішіндері европалықтарға ұқсайды да. Ал біздің кішкене көзіміз де басқаша. Сол тұрғыдан қиындықтар болды ма сендерде осы жерде? Мысалы келген кезде, бағана өзің айтқанда келген кезде саған келіп, сен шекек көзі, яғни көзі кішкентай деп айтатындар бар ма? Қатты таралған, бірақ мен ренжімеймін. Оларды бізді ренжіту мақсатында айтады деп ойламаймын. Олар жаңағы қандай тәтті, немесе бұл жақта популяр культура дейді ғой, мысалға популярная культура дейді ғой, Корей халқының мәдениетіне тәнті болғаннан кейін бізді оларға ұқсатады. Бірақ бізді көрген кезде міндетті түрде қырғызсың ба, жапонсың ба, кәріссің ба, қытайсың ба, немесе Индонезия дейді. Бірақ мен айтамын жоқ, біз Индонезия емеспіз, біз Қазақстан. Бірақ бізге ең жиі айтатын ол чинчаңчоң. Чинчаңчоң. Сосын былай чинчаңчоң дегенде ренжимін, типа мені Қытай деп ойлағандарына, содан кейін бұл жапон, точно жапон деп айтқандары есімде. Оның барлығына артыңа бұрылып, мен жапон емеспін, мен Қытай емеспін деп айтып отыру не емес, бірақ ондаймен әрине әр күн сайын автобуста да күнде бізге бүйтіп қарап тұрады. Қазірдің өзінде бізге сырттан адамдар қарап отыр, күліп қарап отыр, бірақ қандай мақсатпен күліп отырғанын білмедім. Иә, ондай ситуациялар көп кездеседі, бірақ та тек қана қызығушылықтары болғандықтан ғана қызық болып көрінгеннен кейін ғой. Мысалы бізге де басқа жақтың адамдарға қызық болуы мүмкін. Қазақстанға басқа бір шетелде біреу келген кезде барлығы осылайынан қарайды да. Ол бір нормальный нәрсе сияқты. Иә. Қатты жағдай. Саған да сенде де сондай ситуациялар болды ма? Жаңағыдай ренжіту үшін болмаса басқа үшін емес. Енді мысалы олардың да мысалы кітаптан оқиды, мысалы ол шынымен де Қытайды олар көрген жоқ, шын Жапонды көрген жоқ мысалы. Сондықтан да олардың олай айтуы мен ойлаймын қалыпты деп. Маған да айтады чинлі, жапонлы, корейлі. Мен кейде мысалы корейлімін деп, мысалы корейлімін деп. Сосын саған айтады. Бізбен суретке түседі, жиі суретке түсетіндер бар. Сол тілде сөйлеші деген. Оны да айтады. Мен мысалы сөйлей бересің ғой, бәрі түсініп отырған жоқ. Кейін әзіл екенін айтасың. Менімен қазақ болсам да, кім болсам да суретке түседі. Can I take a picture with you деген сияқты сөйтіп келіп. Соңғы уақыттарда да бір байқаған кішкентай қыздар. Иә, кішкентай қыздар. Үлкендер емес, көбінесе кішкентай андай жасөспірімдер, олар кей-поп тыңдағаннан кейін бүйтіп BTS дейді ғой, келіп BTS деп сөйтеді. Ал үлкендер жаңағы
жай ғана сен қай жақтыкісің деген сияқты сондай сұрақтар қояды. жалпы 75%, 70% мысалы қазақпын десең, мысалы бауыр ретінде көреді, Иә. жылы қабылдайды мысалы. Дініміз бір, тіліміз бір деп айтып жатады, тамырымыз көкеніміз айны деп жатады да. Сол үшін жаңағы өздерінде бір жат сезінген ондай нәрсе болған жоқ қой. Жоқ болған жоқ менде. Бауырмал халық негізі ол жағынан толықтай келісемін. Жаңағыдай біз енді жалпы білім саласында сөйлесіп жатырмыз ғой. Енді мысалы Қазақстандағы білім мен Түркиядағы білімнің артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Қазақстанда енді екеуің де бакалавр оқыдыңдар, ол жақта 4 жыл оқып көрдіңдер ол жақтың білімін. Енді осы жақтың білімін мысалы салыстырмалы түрде қараған кезде, яғни бір жақта күшті, бір жақта жаман деу емес мақсатымыз. Жалпы салыстырмалы түрде қараған кезде артықшылықтары және кемшіліктері деген сияқты. Мен үшін мысалға бір жақта артықшылық мына жақ жаман деп айтқым келіп отқан жоқ, бірақ салыстыратындай дүниелер бар. Мысалға біздің университетте мен магистратурада оқып жатырмын ғой. Былтыр бірінші курс оқыған кезімде мысалы аптасына 3 рет сабақ болатын, немесе сен жаңағы профессормен бетпе-бет оның кабинетінде отырып шайыңды ішіп отырып сабақ айтсаң болады. Мысалға бізде жаңағы сәл жаңағы ұстаз бен шәкірттің арасында бір не бар, дистанция бар. Оны ол сезіледі. Сондай дос сияқты өткен ұстаз рөлінде қалады, шәкірт рөлінде қалады. Бұл жақта олай емес, өзіңді еркін сезінесің. Содан кейін тағы да бір байқағаным, мұн жақта тек 2 рет баға қойылады, ол визаде. Содан виза деген жаңағы 1 рет рубежка болады, бізде мысалы 2 рет рубежка болады ғой, бір семестрде да. И содан кейін сессия. Ал бұл жақта тек 1 рубежка, 1 сессия. Солай бөлінеді. Менің түсінгенім бойынша, ал бізде апта сайын баға алатынбыз. 15 баға алу. Иә, 15 аптада 15 баға аламыз, ал мына жақта тек 1 бағамен ғана шығып кетесің. Менің байқағаным сол, енді қазір ойыма келіп тұрған. Сағыныш? Менің ойымша, енді жалпы Түркия көбінде Европа жаққа еліктейді. Мысалы, Европаның білім жүйесі қалай, сол бойынша өзгертуге тырысады. Енді жаңа Айжанның айтып өткенде, мысалы біз оқыған кезде Казгуде бізде 2 рубежка, 1 мектеп, 1 сессия, общий есептеген кезде, жалпы есептеген кезде 4 емтихан болды. Мысалы, мына жақта 2 емтихан, біреуінен 140, иә, визадан, финалдан 160. Егер финалдан азалып қалып жатсаң, онда бүтіндемеге кіруге болады, тағы бір емтиханға кіруге болады. Бүтіндеме деген апелляция. Иә. Егер мысалы финалдан 50 алып қалдың, мысалы аз болып қалды, болмаса сенің жаңа сабақты жабуыңа жетпей қалып жатса, мысалы бүтіндемеге кіріп балыңды жоғарылатуыңа болады. Мысалы Қазақстанда мысалы біз 7 аптада біз 100 балл алу керекпіз рубежкада. Және біз әр апта сайын сабақ айтамыз. Мысалы мұнда ондай дүние жоқ. Сабаққа келіп отырасың, сол ғана жаңағыдай сол сабақтан алған лекцияға кіресің. Сол лекцияда алған біліміңді визаға кіріп, яғни сол емтиханға кіріп жазып шығасың. Сондай ғана дүние. Тағы да бір айырмашылығы бар. Тағы да осы жерде бір айырмашылық бар. Егер мен белгілі бір сабақты өте алмаған болсам, бір пәнді өте алмаған болсам, оны создырып келесі семестрде тағы оқи аламын деген сияқты. Олар солай созып жүре береді де. Сосын тағы да бір не, ол диплом қорғау, диссертацияны қорғау, дипломды қорғау кезде бізде мысалы Қазақстанда сен бір семестрдің ішінде жазып бітіресің, мысалға белгілі бір уақыт ішінде жазып бітіресің, барлығын мысалы 20 студент бір күні қорғайды деген сияқты. Ал мұнда мысалы біреуі қаңтарда, біреуі сәуірде, біреуі мамырда, біреуі маусымда деген сияқты, кім қалай қай уақытта өзін дайын сезеді, жобаң қашан дайын болады, сол кезде қорғайды. Сол жағы біраз қызық. Бірақ жақсы ма жаман ба оны білмедім. Кімге қалай? Түркияда ұзатуға болады. Мысалы бакалавр сен 4 жыл ішінде емес, мысалы 5-ші жылда да 6-ші жылда да мысалы ұзартып оқуыңа болады. Магистратурада мысалы 2 жыл емес, 3 жыл, 4 жыл мысалы оқуыңа болады. Докторантура солай. Енді мен ойлаймын, жалпы сапалы дүние шығу үшін уақыт беру керек секілді. Мысалы мен өзімен бір жағынан диплом, диссертация жазамын, мысалы маған тапсырыс келеді. Мысалы ғылыми жетекшілер оқымайды. Мысалы оқиды, 1-2 күн қалғанда маған жазады, ана жерін дұрыс істемей жатыр, мына жерін дұрыс істемей жатыр деп. Мысалы ондай моментте мысалы мен айтамын,
мысалы мұғалім ол оқыған жоқ қой бастан аяқ ол жерде не жазылғандығын білмейді. Мен айтамын былай болған үшін олай жазылды, былай болған үшін былай жазылды деген сияқты. Мысалы түркияда менің жетекшім мысалы бастан аяқ оқыды, диссертациямды қате жерлерін түзетті, сөйтіп барып мені қорғауға шығарды. Мысалы менің жетекшім айтты, егер сенің жазғаныңды мен ұнатпасам, мысалы мен шығармайтын едім. Мысалы Бұл жерде жетекшінің рөлі басым, иә. Себебі егер бірдеңке болса, жетекшіге жаңағыдай не келеді, претензия, сын келеді жетекшіге. Сондықтан енді мысалы ең аз деген кезде мысалы доценттер, профессорлар, мысалы жетекші балалар, олар өздерінің атына кір келмес үшін мысалы оған көңіл бөледі. Сапалы бір дүние шықсын диye олар мысалы көп еңбектенеді. Сонымен қатар мысалы мен айтқым келетіні мысалы Бергі парк пен ЮКТЭЗ мерkezін айтқым келеді. ЮКТЭЗ мерkezінде мысалы диссертациялар мен дипломдық жұмыстардың барлығы жүктеледі. Мысалы университеттер жаңағыдай соған байланысты дипломдық жұмыстардың, диссертациялардың электрондық вариантын сұратады. Мысалы егер мен медиа туралы жазғым келетін болса, мен бірінші ЮКТЭЗге кіремін, мысалы медиаға байланысты қандай диссертациялар жазылды, тақырыптарын көремін, жалпы не жазылып жатыр, сосын мазмұнын қараймын, мысалы қандай бөлді, қалай бөлді, мысалы одан кейін пайдалану әдебиеттеріне қараймын, не жазды, қалай жазды. Мысалы бұл дүние мен ойлаймын Қазақстанда болуы керек дүние деп ойлаймын. Иә, дұрыс. Өйткені яғни барлығымыз бакалавр Қазақстанда оқыдық қой, және сол жақта диплом жазған кезде менің бір байқағаным, студенттер немқұрайлы қарайтын сияқты. 4-ші курс студенттері мысалы диссертацияның уақытысына келген кезде жылдам жазу керек, яғни оларда бізде көп уақыт та бермейді ғой, берсе де бір семестр, яғни 4 ай берілуі мүмкін, 4-5 ай максимум. Бірақ олар сол уақыттың ішінде барлығында жұмыс жасамайды, бітуге, зерттеу жасамайды, тек бітуге 2 ай қалған кезде мен тез бітіруім керек. Оларда тек бір мақсат оқуды бітіру, дипломын тапсыру. Ал қалай зерттеу жұмыстары жасалды, оған кішкене мән бермейтін сияқты. Енді әрине бұл Қазақстанды жамандау емес, бірақ бұл жердегі айтатын дүние Қазақстанның жалпы білім жүйесінің жақсаруына айтылып жатқан дүниелер деп ойлаймын. Енді шыны керек басты көз қыстары салатын дүниелер бар. Мысалы жылда 50, мысалы 60 студент бітірсе, оның ең аз мысалы 10-ы өзінің тақырыбын, өзінің саласын деген сияқты жақсы білетін шығар. Ал көбісі де мысалы біреуге жаздыртатындар бар, бұрынғы мысалы жазылған диссертацияларды өзгертіп кері салатындар бар деген сияқты дүниелер бар. Енді бакалаврда жақсы, мен окей дер едім. Мысалы одан кейін мысалы академияға келе ма, ол мұғалім бола ма, ғалым бола ма, мысалы ол белгісіз. Көбісі мысалы жұмысқа кіріп кететіндер бар, тағы дүниелер. Ал магистратура, мен ойлаймын, енді өкінішке орай Қазақстанда магистратураның стипендиясы үшін ғана оқитын адамдар бар. Көпшілігінде шынымен де білім үшін, ғылым үшін дейтін жастар аз. Бір жағынан Қазақстанда ғылымға шақырту да, ғылымның жалпы имиджі да біраз басқа жағынан қараған кезде өте аз. Мысалы шыны керек, сен максимум 250 мың аларсың, мысалы ең мұғалім болып кірген кезде. Ал тиктокта мысалы алай-былай мысалы видео түсіріп, мысалы миллион табып, қалаған уақытында түсіріп деген сияқты дүниелер бар да. Мысалы бұл да бір, енді қазір біз тек қана бір бағыт емес, бірнеше бағыт. Мысалы адам үйленуі керек, үй алуы керек, көлік алуы керек, жаңағыдай тағы дүниелер бар ғой. Мысалы жалпы өмірдің критериялары бар деген сияқты. Сондықтан да бұл айтылып жатқан дүниелер бір сын емес, осы сынды түзету үшін деп ойлаймын. Сондықтан да магистратураға келетін қыз-жігіттер жалпы ғылым жолына келемін, жалпы бір дүние жасағым келеді. Жалпы ғылым деген дүниенің өзі бір Америка ашу емес. Мысалы өзімнің салаңда белгілі бір дүниелерді салыстыру, зерттеу, әлеуметтік ғылымдарда, мысалы біздің салаларда ол көбіне зерттеу, салыстыру, бір сын айту, пікір айту деген дүниеде біздің мысалы салаларда. Сондықтан бір
үш кітапты оқып сен өз пікіріңді жазсаң да ол бір еңбек. Мысалы мен солай ойлаймын, ол сенің өзіңнің дүниең болып қалады. Сондықтан магистратураға келген кезде осы дүниелерді ескерсе екен деймін. Иә, күшті айттың. Именно вот білім саласындағы адам екенін осы сөйлегендерінен бірден белгілі болады. Яғни как-никак докторантураның студентісің. Былай қоймаса бармақ басты көз қысса жақсы анаған да мынаған да жасай беруге болады, бірақ қашанға жалғаса береді бұл нәрсе. Мысалы Қазақстанда өзінің әлеуметтік мысалы деңгейін көтеру үшін, өзінің әлемдік аренада өзін көрсету үшін білім де бір критерий. Қазір тем более соңғы уақытта білім саласында қарқынды дамып келе жатқан сияқты жастар осы қазірде именно білім саласында әртүрлі, ол мектеп оқушылары болсын, әртүрлі шетелдік бір жарыстарға қатысып, өздерінің өнерлерін көрсетіп, сол жерде ол болсын жаңағы физика саласында или әдебиет саласында болсын, әртүрлі нәрселерге қатысып, соңғы уақытта жастар өздерінің жетістіктерін көп алдыға қарай көрсетіп жатқан сияқты. Бірақ ол мектептің барлығын бітіргеннен кейін осы жоғарғы оқу орнына келеді ғой. Сол кезде ойлары өзгеріп кетеді. Қанша жаңағыдай жылқынып тұрған бір жас келеді да, бакалавриатқа келеді, оқуын бітіреді, одан кейін ойлары әртүрлі өзгеріп кетеді, мысалы, иә, сондай болып жатыр. Енді қазақтың жастары өте талантты, дарынды, мысалы ізденімпаз көпшілігі. Бірақ енді бұл бір жағынан мысалы жүйе ғой, былай қараған кезде сол жүйеге кейде мысалы сол жүйеге сай әрекет етуің керек болады кейбір моменттерде. Бірақ дегенмен де мен ойлаймын, мысалы енді менің қарнымда аштыратын дүние, мысалы қазір қазақ қоғамында бір зиялы өкіл жоқ. Мысалы біз әлі мысалы Ахмет Байтұрсынұлын айтамыз, әлі Әлихан Бөкейханды айтамыз, әрине айтылу керек. Бірақ қазір кім бар? Мысалы қазір әншілер өзінің өмірі, ол әні бір күні хит болады, екінші күні хит болмайды деген дүние. Бірақ қазақтың еліктейтін бір тұлғасы шыққанын, бір білімді азамат шыққаны, иә, сол адамның артынан еретін жастардың болғаны, мысалы ол шынымен де мысалы бүгін керек нәрсе. Мысалы бұдан бөлек те мысалы қазір Әлихан Бөкейхан келсе, мысалы, иә, тіріліп келсе, бізге қалай қарайтын еді, мысалы, шыны керек, болып жатқан дүниелер, болып жатқан оқиғалар, шыны керек, енді әттең ай дүние дейтін сәттер бар. Бірақ барлығы өзімізге байланысты, өзімізден, біздің қолымызда бұлардың барлығы айтып өткенін. Сосын екінші нәрсе бар. Қазір осындай сен сияқты жастар, біз сияқты жастар шетелге оқуға кетеді де, барлығы шетелге кетеді, енді осылай бір жетістікке жетіп бастайды да. Қазақстанда оны ешкім бағаламағаннан кейін ол тек қана бұл білім өнер саласындағы адамдар емес, білім саласындағы адамдар да шетелге кетеді, ары қарай шетелде оқуларын жалғастырады. Ол Түркия болсын, Америка болсын, Европа болсын, бір елге кетеді. Сол жақта ол сол жердің дәмін сезеді. Қандай жаңа мұғалімдермен байланысы, мысалы сен жаңағы айтқандай профессорлар жеке-жеке көңіл бөледі деп айтып жатырсың. Сол секілді. Одан кейін сол дәмін татқаннан кейін олар сол жерге сіңісіп қалады да, қайтадан елге қайтқысы келмей қалады, мысалы. Осы туралы не ойлайсыңдар? Ал содан кейін өздерің осы жақта оқуды бітіргеннен кейін қалып қоюларың мүмкін бе? Енді мен ол жағын білмейді екенмін, өйткені бұл жерде мен екі ойлымын. Мына жақта да маған ұнайды, бірақ ана жақта өз елімде менің отбасым бар. Сондықтан мен менің елге қайтып сол жақта жұмыс істеуімнің ықтималдылығы жоғары деп айта аламын. Бірақ ол да бүгін ертең өзгеріп қалуы мүмкін деген сияқты. Мысалы мына жақтан бір жұмыс шығып қалуы мүмкін. Бәлкім мені біреу байқап қалар, бәлкім менімен біреу жұмыс істегісі келетін шығар деп өзіме. Бірақ біз білмейміз. Бірақ мен еліме қайтқым келетін еді, әрине. Өзімнің елімді дамытқым келеді. Сол шетелде қалып жатқан студенттер туралы не ойлайсың? Әрине ол әр адамның өз ойы, өз пікірі, бәлкім оған сол шетелде өзін тапқан болар. Мен қазір ой неге олай жасады деп айта алмаймын. Бірақ осылайынан да соңғы уақытта барлығы әркім өз ойы дейміз да, шыққан адамдардың бәрі ол енді жақсы нәрсеге адам тез үйренеді ғой. Жақсы нәрсені көргеннен кейін сразу сол жақта
жоқ, ол өмірдің соңына дейін емес, бірақ та белгілі бір уақыт, яғни бұл 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, осы аралықта қалып қояды да. Содан кейін Қазақстан қайттан келгеннен кейін мынау ұнамайды, анау ұнамайды деген әңгімелер басталады ғой. Осы сөздің төркіні. Жалпы ең бірінші уақытта мен ойлаймын, Қазақстан енді біздің салада ғалымдарға, мысалы жас бітіріп келе жатқан студенттерге көмек беру керек. Мысалы менің қазір жасым 26-да, мысалы мен 30 шамасында бітіремін, мысалы мен елге барам, мен елге барып, мысалы ең бірінші уақытта үй алуым керек, көлік алуым керек деген сияқты дүниелер бар мысалы. Ең аз деген кезде мен айтпаймын 100% төлеп берсін, болмаса үй берсін деп емес, жалпы көмек қолын созсын, мысалы жеңілдікпен үй берсін деген сияқты тағы дүниелері бар. Мысалы бірінші жағынан ол адам кез келген жерде, кез келген уақытта ол бірінші адамды байлайтын ол экономикалық, яғни қаржылық дүние. Мысалы сен де елдің баласы сияқты болмаса, басқалар секілді айфон ұстағың келеді, мысалы жақсы жерде тамақ ішкің келеді, жақсы киім кигің келеді деген дүниеде бірінші уақытта осы материалдық жағдай адамды жалпы көп нәрседен жаңағыдай бас тартуына, болмаса кейбір дүниелер төзіп жүре беруіне септігін, яғни осы дүние басты дүниеде, мысалы басты себеп осы дүние. Енді жалпы менің жеке өз басым, мен Қазақстанға қайтқым келеді. Бәрібір сен өз елің. өз елің, өлең төсегің, мысалы Измирде жүрген кезде, мысалы бәрібір мен өзімнің шетелде жүргенімді сезінемін, мысалы жеке мен өзімде. Қай жерге бармасам, бәрібір мен маған ұнайды, бірақ бәрібір мен бұл жердікі емеспін, мен бұрай айтса елім, менің ішіндегі дүние осы. Сондықтан жалпы қандай болса да қазағың, енді әр қазақ менің жалғазым, ол жерде қандай дүние болса да қазақ, бірақ сол нәрсені өзгерте алатын, жақсы деңгейге көтере алатын, жақсы ой пікірлерді жасай алатын ол біз. Сондықтан мүмкін кейбір нәрселер болмай жататын шығар, бірақ әр нәрсенің де бір несі болады, жаңағыдай бір нүктесі болады. Ол нүктеге келген кезде уже бұрынғыдай болмайды. Мысалы биылғы, мысалы Бишімбаевтың соты, мысалы бұған дәлел деп айта аламын. Мысалы бұған дейін қаншама қыздың жағдайы, мысалы жылы жабылып қалып жатты, мысалы көп оқиға жылы жабылып жатты. Осыдан кейін, мысалы бұл шыны керек Қазақстанды сілкінткен бір оқиға болды деп айта аламын. Мысалы бұдан кейін де, мысалы қылмыстық, қателеспесем, жаңағыдай жауапкершілікке тарта алатын деңгейге жетті. Мысалы бұл дүние ішінде бірнеше адам еңбек етті. Мысалы сол секілді біз біреуміз батыстан, біреуміз шығыстан, оңтүстіктен, солтүстіктен бір нәрсені іске алсақ, мысалы бір нәрсені жасауға тырыссақ, ол нәрсе болады деп ойлаймын. Қазір жастардың көздері ашық, барлығын көкірегі ояу, ойына келген нәрселерді толыққанды түрде жеткізе алады, басты түйін өз еліне айтатын, жалпы шетелге шығу керек, шетелде оқу керек, шетелді көру керек. Әрбір дүние адамға, мысалы кітап адамға бір рухани азық, шетелге шығу да бір рухани азық. Ол мысалы ой анау жер анандай, мына жер мынандай деген дүние емес. Мысалы мынандайға да қарсымын, шетелге шығып Қазақстанды жамандайтындарға да қарсымын. Мысалы сосын осы жерде бір нәрсені айтқым келеді. Шетелге шығу керек деді ма қазақтар, яғни қазір соңғы көп шетелге шығып жүр, бірақ шетелге шыққан кезде, жаңағы Қазақстанда бір-біріне бауырым деп жүрген қазақ, шетелге шыққан кезде былайынан ала көзбен жоқтың қасы, қарайды, бір сен танымайтын адам сияқты, былай. Осыған не ойлайсың? Осы нәрсені мен сендерде де болды ма? бізді қазақтар көргенде осы сұхбатқа келе жатқан кезде бізде тоже бір қазақ тұрады жатақханада. Екеуміз бір-біріміз қазақ екенімізді білеміз, бірақ араласпаймыз, сөйлеспейміз, сәлемдеспейміз. Осы сұхбатқа шығайын жатқан кезде аяқ киімін киіп жатыр, ол да аяқ киімін киіп жатыр. Сосын ішіне ойладым, қазақтар шетелдеміз, бірақ бір-бірімізді жаңағыдай танымайтын адамдар сияқты өтіп кетеміз деген ішімде бір әттең ай болды. Мысалы енді бір жағынан мынандай да дүние, мысалы менен кейінгілер, мен айтпаймын, мен өзімді ақылдымын, жаңағыдай білімдімін деп айтпаймын, бірақ кейбір моменттерде біздің өмірлік көзқарастарымыз сәйкес келмей жатады. Мысалы
олар үшін жазушылардың мысалы адамдары бөлек, мысалы олар үшін жаңағыдай бір психологиялық кітап жазған адам, болмаса бір бизнес кітап жазған адам олар үшін бір жазушы болуы мүмкін, мысалы болмаса олар үшін бір тиктокер болмаса бір блогер идеал болуы мүмкін, мысалы. Сондықтан кейбір моменттерде біздің яғни көзқарастарымыз келіспей жатады, мысалы. Жалпы мен өзім қазақ көрсем, жалпы араласса көмектесуге тырысамын. Мен жеке қасына өз басым. жақындатуға дайын тұрасың, бірақ олар жақындамаса қалай жақындаймын дейсің ғой. Менде де дәл сондай ой. Енді осы білім жолындағы көрсеткіштеріңді әрі қарай мысалы жалғастыратын болсаңдар, енді Айжан осы биыл құдай қаласа бітіресің ғой, магистратураңды. Одан кейін қандай жоспарларың бар? Әрі қарай докторантураны мысалы Түркияда жалғастыру ма, болмаса әрі қарай басқа шетел мемлекеттерге шығу ма? Менде қазір дәл қазіргі моментте мысалға 4-ші курста қандай күй кешсем, дәл қазір сондай күй кешіп отырмын. Мен әрі қарай не істеймін деген сұрақ. Мен өзімнің қайда болғым келетінімді, жалпы мақсаттарым бар, олар айқын, бірақ оларға жету үшін мен қазір докторантураға түсуім керек пе? Бұл мен үшін маңызды ма? Маған негізі ол жұмыста керек па деген сияқты. Керек па деген сұрақ. Енді бағымды сынап көрем, егер болмаса, онда жұмысқа кірем деген сияқты. Егер болса, оқимын әрі қарай. Оны енді бір уақыт көрсетер. Сондықтан бұл жерде де екі ойлы болып тұрмын, бірақ бағымды сынап көргім келеді. Жаңа біз айттық қой, шетелге шығу керек. Иә. Даму үшін мысалы шетелге шығудың өзінің де бір несі бар. Иә. Екі мәселе бар ғой бұл жерде. Ең әуелі жаңағы сен шетелге шыққаннан кейін жаңа дүниелерді көресің, сол дүниелерді жақсы жағын алып өзіңнің еліңе келіп оны көрсетіп жасап көресің. Екінші, бұл жерде тағы да бір проблема шығады, жаңағы басқа адамдардың біздің ел жайлы ойы. Көбісі жаңағы пікірлерді оқыған кезде сіздер kendi dilinizde bile konuşamıyorsunuz деген кезде намысыма тиген бір не болды. Өз тілдеріңізде сөйлей алмайсыздар. Бізді көрген кезде барлығы привет дейді, здравствуйте дейді. Мен айтамын, жоқ, неге сіз маған здравствуйте деп айтасыз? Иә, жоқ, сендер орысша сөйлемейсіңдер ме? Мен айтып көбісі менің түсінгенім бойынша Қазақстанда қазақ тілінің бар болғанын біле бермейді. Тек орысша сөйлейді деп ойлайды. Бұл да бір әлеуметтік проблема ортаға шығады да. Сондықтан бұнымен де күресу керекпіз. Біз тек қана орыс тілінде емес, қазақ тілінде де сөйлесетінімізді дәлелдеу керекпіз. Өйткені мен кеше ғана пікір оқыған кезде сіздер өз тілдеріңізде сөйлей алмайсыздар, сондықтан мына жаққа келіп бірдеңе деп айтуға құқығыңыз жоқ деген пікірді оқыған кезде намысыма тиді. Сонда демек басқа жақтағы жаңағы осы келіп жатқан туристер, студенттер өз араларында орысша сөйлейді деген неге келіп тұр ғой сонда. Жалпы мысалы қазір Түркияға көп келетіндер 11-ші сыныпта келетіндер, сондықтан да оларда мысалы қазір ондай ой болмауы мүмкін да. Мысалы мен Қазақстанды ой етіп жатырмын, жаңа абыройын төгіп жатырмын, болмаса Қазақстанның атына кір келтіріп жатырмын деген ой дүние болмауы мүмкін. Жастық максимализм. Бірақ сен шетелге шыққан кезде бұны білу керек деп ойлаймын әрбір адам. Сен шетелге шыққаннан бастап, мысалы Қазақстанның шекарасынан шыққаннан бастап сен Қазақстанды таныстырасың. Мысалы кез келген жерде, мысалы тіпті Қазақстанның ішінде де, мысалы мен Алматыда жүрсем, мысалы мен Оралды болмаса Батысты мысалы таныстырып жүремін. Менің іс-әрекеттерімнен, мысалы менің айтқан сөздерімнен мысалы Батысты тани бастайды деген сияқты. Сондықтан да жаңа сұхбаттың басында да айттық қой бұл туралы. Сондықтан бұл дүние бар, міндетті түрде жауапкершілік алуды ұмытпаңыздар. Екіншіде әрине тіл проблема. Менде маған да көп айтады, мысалы әлі мысалы орысшадан шыға алмаған, әлі орысша сөйлейтін, орысша саналы мысалы қазақтар ретінде таниды мысалы. Ал шынымды айтқанда мысалы менің орысшам өте жақсы емес, орташа. Мысалы мен орысша жақсы сөйлей алмаймын, түсінемін. Бірақ мен көбіне қазақша сөйлесем де бәрібір менде осындай дүние, мысалы орысша сөйлейсіңдер деген дүниенің ішіне мен де кіріп кетемін мысалы. Сондықтан шынымен де осы подкастты пайдаланып мен айтар едім, жалпы шетелге келген кезде, жалпы Қазақстанда, жалпы шетелден келгенде Қазақстанда да қазақша сөйлейік. Біз мысалы тәуелсіздік алғанымызға 30-дан
көп жыл өтті, біз әлі тілімізді өзіміз жақсарта алмадық, әлі өз тілімізді біз үйрене алмадық мысалы. Сондықтан да көп жерде қазақша сөйлесуге тырысайық, қазақша кітаптар оқуға тырысайық. Жалпы әр адам өзінен бастау керек дейміз, бірақ біз соңына келген кезде ой анау орысша сөйлейді, мынау орысша сөйлейді деген сияқты басқаға кетіп қаламыз да. Сондықтан басқаға кетпейік. Басқа біреу орысша сөйлеп жатса да біз қазақша сөйлесейік, қазақша жауап берейік. Қазақты қолдамағанда кім қолдайды? Соны биыл қазақша сөйлейік деп жатырсыз, соны қолдау мақсатында бүгін біз тек қана қазақша сөйлеп жатырмыз да, мысалы. Соңғы уақыттарда да осылай қазір ютубтан, интернеттен қараймыз ғой, көп осылай қазақша подкасттардың подкасттары, әртүрлі бағдарламалар, түрлі нәрселер көбейіп жатыр да. Солардың да біреуі біз болайық. Енді арасында орысша сөздер кетіп қалған ба, жазатынбыз ғой комментарияға байқағаным орысша. сол болып отыр, осы жаққа келіп тілім күрмеліп, сөздерім бүйтіп шатасып отыр да, бір орысша бір түркше, содан кейін андай арасында ағылшыншаң бар, төрт тілде ойлап кеткеннен кейін андай кішкене тіл байлық кетіп қалды. Тіл байлығым пока. Осы жерден бір сұрағым келіп тұр. Шетелдік достармен ара қатынастарың қалай? Менде керемет. Мен коммуникацияны жақсы құратын болғаннан Оларға кейін. мысалы Қазақстан туралы айтқан кездерінде олар біздің еліміз туралы біледі ма? Иә. Келгілері келеді. Әсіресе Алматының тауларын көргілері келеді. Астана несін Бурабай бар. Соларды таныстырамыз. Ол да бір таныс Иә. да, мысалы елімізді. Тамақ, әсіресе тамақ. Барлығы жылқының етінің дәмін татқысы келеді. Мен бір ретінде өткен жыл Стамбулға барып келдім, қарашаның соңында. Сол кезде түрік достарым бар, оларды шақырдым. Жылқының етінің дәмін татып, жеп көрді, ұнады. Қазақтың дастарханы керемет деген не алдым, пікір алдым. Ал Түркияның мутфак дейміз ғой, Түркияның асханасы бойынша ойларың қалай? Қандай тағамдарды жақсы көресіңдер? Жалпы жаңа тілге қатысты мынандай нәрсе да, ішімде қалып кетті, айтып тастайын. Айт. Ішіңде қалмасын. Мынандай нәрсе, мысалы сен мысалы бірнеше тіл білесің, және де айтып жатқан кезде мысалы бір орысша сөз сенің айтқың келген дүниені сол сөз көбірек түсіндіретіндей болып тұрады да, мысалы сол сөз жеткізетін сияқты болып тұрады кейде. Бірақ әрине бұл да орысша сөйлеу керек деген дүние емес, қазақша сөйлейік. Енді бағанағы айтқан сұрағыңа байланысты менде көбісі ат етіне байланысты, ат етін жейсіңдер ма, ат еті харам ба, жеуге бола ма деген дүниелер. Сонымен қатар енді маған түрік асханасы ұнамайды. Мен сондай қатты бүйтіп жақсы көрем деп айта алмаймын, бірақ андай Адана Искандер кебаб жаман емес, Адана кебаб жаман емес. Мен жей алатыным ол жаңағы біздің неге жақын пиццаға ұқсайтын пиде, жаңағы пейнерлі кашарлы пиде, сосын қималы пиде, сосын не жей аламын, лахмаджун, фындыклы лахмаджун, küçücük андай, сосын балық жейміз, сондай көп. Бәрін жеймін. Бірақ мен бірақ түрік шай біз үшін қатты қою болғаннан кейін тамаша. Бірақ сондай жейміз тамақтарын, бірақ сондай керемет. Мен жеке өзім сүйсініп жей алмаймын. Мысалы Айжанның айтып өткен тамақтарында мен де жеймін, бірақ амал жоқ. Бірақ сорпалар өте қышқыл болғаннан кейін кішкене сорпа деген вообще қабылдай алмаймын. Біздің сорпаға олар еттің суы дейді. Сулы тамақ деп айтады біздің сорпаларда олар. Бірақ дәмді тағамдары бар, онымен жоққа шығармаймын. Менің ойымша жалпы біздің Орта Азиядағы тамақтар жақсы сияқты өзімен. Салыстыруға келген кезде бәлкім біз солай үйреніп қалған болармыз. Біздің балалық шағымыздан солай тамақ ішкен. Оларға біздің тағамдар. Мысалы күрі фасоле, пилав дейді. Мен мысалы фасоль жақсы көремін. Андай неге анонсқа саласың, Қазақстан абыройын төкпеңдер деген жер осы жерде. Астына жазулар мүмкін. Сен бұл тамақты былайынан айтпа деп. Енді әрине сүйетін адам бар, бірақ мен бала кезден біздің ауылда тұрдық, бізде мал болды, мысалы қой, сиыр, ешкі деген сияқты. Менде мысалы бізде еттен проблема болмады, қалаға келгенде де сондай нәрсе да. Мына жақта бірақ экономикаға байланысты ет қымбат, тағысындағы дүниелер. Тауық жейсің көбінесе. Тауық жейсің,
білмеймін енді бәрібір қазақтың тағамын сағынасың бәрібір. Иә. Етті тағамдар енді біз ет жеп үйреніп қалғансың жалпы біз ет сағынамыз бәрібір. Мен бір түсінгенім екеуің де етті сағынған екенсіңдер. Сендерге бешбармақ десең мына жерге хотя бы суретін қойып қойып десең. Жоқ, жалпы біз енді Түркияда оқу туралы айтып жатырмыз. Мысалы, өсек айтайық. Келесі подкастымыз өсек болады. Андай анонсқа жіберетіндей ше. Жалғасы болады бұның. Келесі подкастта. Оқуға келетін жастарға айтатыным жаңағыдай тамақты қазір осы бастан етке тойып келіңдер деп. Өйткені келгеннен кейін жоқ маған анау ұнамайды мынау ұнамайды деп емес. Енді ол жақта келудегі басты мақсат оқу ғой. Тек тамақ жеу емес. Әр елдің өзінің культурасы бар, өзінің тағамдары бар, әртүрлі. Келгеннен кейін жаңағыдай соған дайын болып келіңдер деп айтқым келеді да. Мысалы енді біз осы жерде қанша жылдан бері көріп жүргеннен кейін айтып жатырмыз ғой енді әркім өз ойларын. Бірақ ендігі келетін жастар соған дайын болып келу керек. Өйткені қазіргі жастар, қазіргі поколение дейді ғой. Z поколениясы кішкене басқаша дейді. Мысалы мен қазір өзім қандай поколение екенін білмеймін. X деп айтамын ба? Биыл бетталар толып бастады. Да. Уже бетталар. Бірақ оқуға келетіндер Z поколение ғой. Олар енді олардың ой өрістері де басқаша. Иә. Келген кезде ешкім саған құшақ жайып ешкім қарсы алмайды. Алдыңа ас қоймайды, үйіндегідей ата-ананың жылулығы болмайды. Сол үшін ең біріншіден өздеріңді үлкен өмірге бір дайындап келіңдер деп айтқым келеді мен. Моральды түрде, психологиялық түрде дайындап. Әр нәрсенің өзінің артықшылықтары, кемшіліктері бар. Шетелде оқыған күшті, шетелде оқыған әдемі, жаңа адамдармен танысасың, жаңа өмір. Бірақ оның да артында жатқан дүниелер бар да. Мысалы, үйіңді сағынуы мүмкін, тамақ жағынан проблема болуы мүмкін. Иә, сен бір адам мысалы тіл үйрену барысында түсінбеуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан да жалпы шетелде өмір сүру ол адамды жаңағыдай мен ойлаймын тәрбиелейді деп айта аламын. Адамдармен қалай араласу керек, қалай сөйлесу керек, жалпы қайда барамын, қайда келемін деген дүниелерді жалпы мақсаттар қоюда мен ойлаймын шетел үлкен тәжірибе болады. Иә. Қазір белгілі, яғни білініп тұр сендердің де біраз тәжірибе жинағандарың. Осы әркімнің өз жолы бар ғой. Именно өмірдегі білім саласындағы, оқудағы өзінің бір тәжірибелері бар. Сендерден де осындай вайб дейді ғой бір. Осындай вайб сезіледі. Кәдімгідей өз-өздеріңе жұмыс жасайтындарың, өз-өздеріңді жетілдіру үшін белгілі бір жолмен келе жатқандарың көрініп тұр. Сендерге бүгін келгендерің үшін көп рахмет айтқым келеді. Біріншіден қолдап саған да рахмет. Өз-өздерің ойларыңмен бөліскендеріңе. Енді келетін жастарға түсіп не только осы Түркияға ғана емес, басқа да шетелге жастарға ол бакалавр болсын, магистратура болсын, докторантура болсын, қандай оқу болсын, қандай поколение болсын, сыртқа шығатын жастарға айтатын өздерінің бір кеңестерің болса. Бізді енді қазір мектеп оқушылары, студенттер тыңдайды деген үміттемін. Сол үшін шақырғаныңа тағы да көп рахмет. Егер бір келісетін тұстарыңыз болсын, келіспейтін тұстарыңыз болсын, міндетті түрде комментарийға қалдырып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Енді жалпы мен айтар едім, ізденімпаз болыңыздар. Яғни ешкім сізге дайын нәрсені әкеліп бермейді. Міне мынандай бар, мынандай дүние бар, былай болады деген сияқты ешкім дайын дүниені әкеліп бермейді. Интернет бар қазір шүкір. Мысалы мұғалімдермен байланысқа шығуға болады. Мысалы ағылшынша білмеймін деп отырмаңыздар, түркше білмеймін деп отырмаңыздар. Түрлі переводчиктер бар, мысалы ChatGPT бар деген сияқты. Әлемнің мүмкіндіктері көп. Сондықтан да қазір түрлі сайттар бар, мысалы гранттарды ұсынатын түрлі дүниелер бар. Сондықтан бұл нәрселерді білу үшін ізденімпаз болу керек. Неде тез үйреніп алуға тырысу керек. Мысалы бір нәрсені айтты ма, соны үйреніп алуға. Ол қалай, не деген дүние болуы мүмкін адамның ішінде, бірақ оларды іздестіруге, оларды қарауға болады. Қазір сол екі нәрсені айтар едім. Ізденімпаз болу және де тез үйреніп алу. Себебі мысалы маған да ешкім былай ету керек, былай істеу керек, бүйтіп болады деген дүние болған жоқ.
өзім үйренуге, өзім жаңағыдай біліп алуға тырысамын. Мен де сағынышпен толықтай келісемін. Мені де осы подкастыңа, сұхбатыңа шақырғаныңа үлкен алғысымды білдіремін. Мен де жаңағы қосатыным, адам деген жан жақты болу керек. Сосын осы жаққа келместен бұрын моральды және психологиялық түрде және финанс жағынан қаржылай түрде дайын болып келу керек. Өйткені мына жақта қазір бәріміз байқағанымыздай экономикалық не болып жатыр, өзгерістер болып жатыр. Сондықтан оған да дайын болу керек. Келгеннен кейін біраз нәрсе керек болады. Содан кейін алдарыңызда қандай да бір мүмкіндік шығатын болса, бір симпозиум, бір конференция, бір конгресс, немесе бір андай бірдеңені алып қалам деген сияқты сондай тың дүниелер болатын болса, жаңағы белсенді түрде сондай дүниелерге, конкурстарға қатысу керек деп ойлаймын. Күшті. Бүгін мен де сендердің күшті әсер алдым. Ары қарай мен де өзімді дамытатын боламын. Енді барлығымыз да осылай бір жерде тұрып қалмауымыз керек деп ойлаймын. Әр күн сайын әртүрлі, яғни неше түрлі нәрселер шығып жатыр ғой әлемде. Сол үшін бізде бір жерде тұрып қалмай, өзімізді дамыта берейік деген сияқты. Мысалы, біздің оқып жатырған Түркия бурсылары программасы бойынша да ақпараттар білмейтін жастар болуы мүмкін. Сол жастарға да айтатыным, енді осыдан кейін бізден неше түрлі ақпараттар алдыңыздар деп ойлаймын. Мына жерге Instagram жазып кетейік, если сұрақтарың болса, мысалы Айжанның, Сағыныштың, оларға да жазсаңдар болады. Болады ғой, сендерге де жазса. Сол жалпы біздің мақсатымыз осылайынан сен де шабыттан деп жастарға шабыт беру үшін, осы білім саласындағы жастардың шабыттарын жетілдіру үшін, арттыру үшін осындай бір бастаманы бастадық. Енді барлық жастарға, мектеп оқушыларына, студенттерге, жалпы ізденісте болған жастардың барлығына шабыттаныңдар деп айтқым келеді. Келгендеріне көп рахмет. Сау болыңыздар. Бай, görüşürüz.